Жұмыс бар ма? Үшеуміз. Үшеумізсіңдер ма? Маған 10 адамдық бригада керек жігіттер. 10 адамы дегенес? Зорға. Бүгінде жұмыс жоқ сияқты жігіттер. Сен неге бізбен бірге жағаласып жүрсің? Сен диплом бар емес пе? Ол диплом әшейін колледждің дипломы ғой. Тек кәуіп пісіргенде желпіп тұруға ғана жарайды. Ол диплом бәрібір ешкім жұмыс қылмайды. Сен мынаны айтсай, Алматыда жоғары білім алған білесіңдер ма? Қой, мұнда не жоғалттың сен? Рас па жоғары білім алғаның? Қандай мамандық? Сертификат па бірдеңе? Сертификат дейді, мамандық жоқ шығар. Педагогика деген мамандық. Казгуды бітіргем. Алматыдағы ма? Алматыдағы Казгу. Неге жүрсің мұнда? Казгудың дипломы бар адам жұмыссыз жүрсе, маған қоя салу керек қой. Сен неге мектепке есің қағып кірмейсің? Кез келген алады ғой. Универ бітіргеннен кейін дипломымды алып, өзімнің туған еліме, туған жеріме бардым. Өзімнің еңбегімді сіңірейін деп. Мен де мектеп директоры құшақ жая қарсы алады деп ойладым. Бірақ... Так. Казгуда грантты оқып келдің бе? Иә, грантты оқыдым. Ауылда не жоғалттың? 4 жыл Алматыда алған білімді өзімнің еліме, жеріме жұмсасам деп едім. Жақсы, жақсы. Как раз сен сияқты жігіттер керек бізге. Байқайсыз ба? Әлем өзгеріп жатыр. Илон Маск Марсқа ұшам дейді. Тойотаның жаңасы, айфонның жаңасы жылдан жылға шығып жатыр. Бізде ел болып, қоғам болып өзгеруіміз керек. Мысалға... Так, осы жерден тоқтатайық. Әрі қарай барыспайық. Сенің мұна жаңа ойлау жүйең қызықтырып отыр мені. Сен балаларға не бере аласың? Қолымнан келгеннің барлығын, қолымнан келгенде де, келмегенде де барлығын беруге дайынмын. Сені жұмысқа алуға мүдделімін. Как раз келінім декретке кетіп жатыр. Орны босап тұр. Ал, құттықтайым. Рас айтасыз ба? Сіздің осылай бірден келісетіңіз сезгем. Асықпа. Сен ел көрген, орта көрген азаматсың. Бәрінің қалай шешілетінін білесің ғой? Калькулятор ма? Цифрға қарасаңшы. 1 миллион? Мен саған бонуспен айтып отырмын. Еден жуушының өзіне біз 600 алып жатырмыз. Енді Казгуда оқып бітіріп келдің. Алматыда 4 жыл бойы роллтон жедің дегендей. Не дейсің? Дайындалып келесің бе? Ақымақ екенсің сен. Сол 1 миллионды ауылда бір-ақ жылда шығарып аласың ба? Иә, келісе салсаң болады ғой сенде. Ел азаматшасы болсаңыз айтайын. Сіз сияқты елінің болашағын ойламайтын, жүрек бауыр дегеннен жұрдай, жатып ішерлердің кесірінен менің елім осындай болды. Сіз директорлықтан кетерсіз. Сіздің атыңызға мектеп, кабинет берер. Құдалық тойда балаларыңыз апамыз директор болған деп мақтанып айтар. Бірақ ертең саналы ұрпақ келген кезде бетіңді тілер. Көрде тыныш жата алмай қаласыз. Ой, дәл солай айттың ба не? Іштей. Енді сен қайткенмен де Казгуде оқып келдің. Алматыда 4 жыл бойы роллтон жедің дегендей. Не дейсің? Дайындалып келесің бе? Ойланып көрейін. Сен мектепке енді барып көрсей, мүмкін өзгерген шығар. Қазір бәрі өзгеріп жатыр ғой. Енді 2 жыл алдын болған оқиға ғой. Директор ауысқан шығар. Мүмкін сен сияқты жаңадан директор келіп қалатын шығар, білмейсің ғой. Иә, барып көр, жаңа Қазақстан ғой. Барып көр. Балалар, ел болашағы әрбір адам өз ісінің маманы болып, ел үшін кішкене болсын еңбек етуіне байланысты. Жемқорлық пен парақорлық бар жерде
даму болмайды. Жақсылықтан үміт үзбеу керек. Қазақстанның жарқын болашағы бүгіні мен ертеңі сіз бен біздің қолда. Ал бүгінгі өтетін тақырып Ыбырай Алтынсарин. Ендеше Ыбырай Алтынсарин туралы кім не біледі?